Қайырлы күн баршаңызға. Алкогольсіз мохито сусын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен сотейнигімізге 200 мл су құямыз. Және де үстінен 200 грамм құмшекер қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Үстінен 1 лимонымызды сығып қосамыз. Жақсылап қайнатамыз. Салқындатып қоямыз. Бұл сироп бізге 2 графиндік мохитоға қажет болады. Жалпызымызды жуып, кішкене бөлігін алып қаламыз. Қалған бөлігін осындай погружной блендермен кішкене су қосып, блендерден өткіземіз. Қалғандарын да дәл осылай ұсақтаймыз. Жалпызымыз дайын болды. Лимонымызды жуып, осылай дөңгелек қылып тураймыз. Турап алған лимондарымыздың ортасындағы дәнектерін міндетті түрде алып тастаймыз. Лаймды ортасынан бөліп, жарты дөңгелек қылып тураймыз. 2 графинімізге теңдей бөліп саламыз. Алып қалған жалбызымызды, яғни мятамызды саламыз. Үстінен 2-1,5 литрлік минералкамызды қосатын боламыз. Дайындап алған сиропымызды да 2 графинға теңдей бөліп құямыз. Сусынымыз дайын болды. Дайындап көруге кеңес берем. Сіздерге және жанұяларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Каркаде сусынын дайындайтын боламыз. Ол үшін сотейнигімізге 100 грамм құмшекер саламыз. Оның үстінен 150 мл суық су құямыз. Бәрін жақсылап араластырып, қайнатамыз. Қайнаған соң өшіріп қоямыз. Ыдысымызға суданская розамызды саламыз. Осыдан біз каркаде шайын дайындайтын боламыз. Артынан қайнап тұрған ыстық судан құямыз. Менің графинімнің үлкендігі 1,5 литр. Жақсылап құйған соң, біраз тұрған соң осылай қызарады. Қызарған соң үстінен сиропымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Шайымыз дайын. Салқындатып ішсеңіздер, жазда өте жақсы сусын, ағзаны тазалайтын пайдалы сусын. Дайындап көріңіздер, сау болыңыздар.